Мен Мұхтар Әуезов атындағы кітапхананың тұрақты оқырманымын. Қазіргі кезде төтенше жағдайға байланысты барлығы онлайн болып жатыр. Сонда да біздің кітапханамен байланысымыз үзілген жоқ. Қазіргі кезде электрондық почта арқылы кітап алып оқып жатырмыз. Біз осындай кезде өзіміздің ойымызды, рухани байлығымызды жаңғыртуымыз керек. Қазіргі оқып жатқан кітаптарымның бірі Ғабит Мүсірепов «Ұлпан» романы. Ғабит Мүсірепов бұл романды 1974 жылы жазды. Бұл романда бас кейіпкер Есеней керей уақыттың жерінде би болған атақты байлардың бірі. Ол бір күні Артықбайдың жеріне байқамай түсіп, малын айдап жүрген кезде алдынан ерекше киінген Ұлпан атып шығады. Ол Есенейді еселі сөздермен жеңіп, сол кезде оған айыппұл төлеткіздіреді. Есеней оны ұл деп ойлап қалады. Бұдан 3 жыл бұрын Ұлпанның үйінде Есеней намаз оқып жатқан кезде Ұлпан оның арқасына мініп, мен түйеге міндім, әке, сен үйде қалдың деп біраз еркелеп, оның мазасын алған болатын. Сол кезден бастап Есеней оны жақсы көреді. Есеней 2 баласынан айырылған, балаға зар болып жүрген кезінде Ұлпанды 2-ші әйелі қылдырып алады. Өзі ұзамай 9 жылдан кейін топ болып қайтыс болады. Одан қалған жалғыз қызы Біжікенді Ұлпан Торсан деген жігітке үйлендіреді. Біжікен балалы болып жатқан кезде қайтыс болады. Сол кезде Торсан Есенейдің бүкіл мал мүлігін ала бастаған кезде Ұлпан оның істегеніне шыдамай өзін у ішіп өлтіреді және оны қарғап кетеді. Есенейдің үлкен ұлы Шоқан өзін әкесінің соншама зұлымдығына сенбей өзін пышақтап өлтіреді. Есеней 1920 жылы қайтыс болады. Сол кезде өзінің бүкіл отбасысы тарап, шаңырағы ортасына түседі. Сендер де карантин уақытында бізбен бірге кітап оқимыз. Біз біргеміз. Біз